Амансыздар ма? Әңгімені тыңдар алдында каналға тіркеліп, лайк басып, пікір білдіріп отыруды ұмытпаңыздар. Және әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. Вокзалға жеткенім сол еді. Поезд келіп тұр екен. Өз вагонымды тауып алып, ішке кірдім. Әуелі вагонға кірген кезде бөтен біреудің үйіне кіріп кеткендей тосырқап тұрасың. Кемедегінің жаны бір дегендей келе-келе оған да үйренсесің. Жан жағыма бажарлап қарап, қандай адамдар бар екен деп аңдайсың. Бұл күй жалғыз менің ғана басымдағы емес, әрбір жолаушының басындағы жай. Көршім қателеспесем өзімнен 4-5 жас үлкен, қияқ мұртты, толықша келген, жылы жүзді жігіт ағасы екен. Ассалаумағалейкум дедім қолымды ұсынып. Уағалейкум ассалам, жол болсын. Арысқа бара жатырмын. Мен де Арысқа барам. Жолымыз бірге екен, жақсы болды. Екеуміз де қуанысып қалдық. Жол серік табылды. Қайда тұрасың? Алматыда. Негізі сол Арыста туып өскем. Өзіміздің ауылдың баласы екенсің ғой. Ауылға жайша бара жатырсың ба? Бір үлкен кісі туралы естелік кітапқа материал жинауға бара жатырмын. Ол ауылдың бәрін танимын ғой. Ол кісі кім? Құпия болмаса, мен ол кісінің аты жөнін айттым. Қайнатам екенін жасырмадым. Ол кісіні білемін ғой. Кім білмейді ол кісіні? Жақсы адам еді, жарықтық. Бұл істерің өте орынды болған. Істеріңе сәттілік, қайырлы болсын. Кітап жазу жайлы жоспарым бар, бірақ бірде-бір жолы жазылмаған. Сонда да алғашқы жолыққан кісінің жылы лебізін жақсылыққа жорыдым. Жолым болады екен деп түйдім іштей. Содан соң жол жөнекей бірге шай іштік. Әңгіме одан әрі өрбей түсті. Өзіңізге жол болсын, дедім ол кісіні сөзге тартып. Алматыда министр құдам бар еді. Сол үйдегі құдағи сырқаттанып қалған ғой. Сол кісінің көңілін сұрауға бардым. Қымызды кім ішпейді, қызды кім айттырмайды дегенде, министр құда дегенге елең ете түстім. Құдаңыз шынымен министр ме? Дедім аң-таң қалып. Шынымен, деп ол кісі, яғни министрдің аты жөнін айтты. Министр адам пенде ғой, оның несіне таң қаласың, інім? Өкініштісі, Құдайдың көзі жақсыға түседі дегендей, ол кісі жақында бақилық болып кетті. Сонда қалай? Құда болып жүрсіздер? Қыз бердіңіз бе әлде келін алдыңыз ба? Ол ұзақ әңгіме, деп ол сөзін бастап кетті. Әрі қарай мен тек тыңдаушымын. Біз ол кісінің қызын келін етіп алдық. Менің қайын жұртым Арыстың өзінде тұрады. Қайнағам кісі өмір бақи темір жолда қызмет істеген қарапайым темір жолшы. Ол үйдің тұңғыш қызы біздің үйдегі жеңгең. Қайнатамның ортаншы ұлы жаңағы министрдің қызына үйленген. Қалай құда болғанымда айтсам әңгіме қызық. Сол қайным Алматыға Казгуге түсті. Қазір Казгуде жүр ғой. Біздің тіліміз әлі үйренбей жатыр. Мен өзім қызмет бабымен Алматыға жиі баратынмын. Әр жолы қайын-енем баласына құрт, май, ірімшік, талқан дайындап беріп жіберетін. Сол қайным 4-ші курсты аяқтаған кезде барып қалдым. Алматыда өзімізде студент болғанда қай бір жарытып тамақ ішіп жүрдік. Бір тойдырайын деп ресторанға апардым. Сөзге тартсам көңілсіз, жүні жығылып қалыпты. Бір жерің ауырып жүрме, десем жоқ дейді. Енді не десем басын қысып күмілжіді. Мен сенен сабақты емес, мектепті жақсы бітірдің. Өз күшіңмен оқуға түстің. Не болуы керек? Бала деп жүрсем, бұл неменің жігіт болып қалғанын тарс есімнен шығып кетіпті. Не болды? Сүйген қызың бар ма еді? Үйленейін деп педің? Деп мәселені тікелей қойдым. Ол басын изеп, дегендей болды. Онда не тұрыс? Әке шешеңе хабар берейік, дедім. Айтпақшы, кімнің қызы, қай жақтан, ол кімнің қызы екенін айтқанда шалқамнан түсе жаздадым. Кімнің? Әлгі анау министрдің бе? Шын айтып тұрмысың? Ол кісі министр болса, қызын мынау саған қарапайым темір жолшының баласына жетектете салады деп тұрсың ба? Қыз өзі көніп тұр ма?
Ол қыз өзіммен қай жаққа болса да баруға дайын екенін айтты. Кілтипан шешесінде болып тұр еді. Өй, сенде ауылда басқа қыз құрып қалғандай деп қынжылдым. Амал жоқ, қыздың шешесімен кездесуге бел будым. Қайнымды жетектеп ресторанға шақырдық. Қыз бен шешесі екеуі де келді. Қыз қаланың қызы сияқты емес, ибал екен. Әжесінің бауырында өскен екен. Ата-ана емес пе? Балалары қалай тәрбиелеген, қаршадай басымен әбден айналдырып алыпты. Қызымнан арман жүрсін деп дүрсе қоя берді. Ойбай, менің көріп естіп тұрғаным осы. Бұларың балалық деп әрең бастым. Қыз болса егіліп отыр. Біраз ұрыс болып әзер басылды. Теңін тапса тегін бер деген бар. Қай ел, қыз бен бала бірін-бірі ұнатса не істейміз деп құдаға ләм-мим демедім. Ертеңіне қайным қонақ үйге жетіп келді. Бізді үйге шақырып жатыр. Кім? Ана кісілер, құдаларыңыз. Қайдағы құдалар? Әлі ештеңе шешкеніміз жоқ, дедім ашуланып. Мен ауылдың қарапайым адаммын. Бар болғаны бір кеңшардың инженерімін. Ауылда абыройсызда емеспін, ел жұрт сыйлайды. Ал енді анау министрмен не деп сөйлеспекпін? Соны ойлап қатты састым. Тәуекел деп тәуір деген киімдерімді киіп алып, баланы жетектеп айтқан мекен жайға жетіп келдік. Келіп жүрген жер емес пе? Бала лезде алып келді. Құдағимен көз таныс болып қалдық қой. Құда қандай кісі екен деген оймен келе жатып үйге де келіп кірдік. Есікті болашақ келініміз ашты. Ар жағынан ашық жүзді ұзын бойлы жігіт күлімсіреп қолын ұсынды. Аты жөнін айта бастап еді. Ойбай ағау, басқаны білсек те сізді білеміз ғой деп сасқалақтадым. Өзіңізді көріп, қол алысып кездесеміз деген нәрсе ойыма кірмепті де. Ойбай-оу, біз де жұмыр басты пендеміз ғой, бәрімізде қызмет етіп жүрген адамдармыз ғой, деді қысылып, қымтырылып тұрғанын аңғартып. Мына баланың аса аңғырттық жасап қойғаны ғой, қайтеміз енді, бірін-бірі ұнатып қалған сияқты ғой, деп ақталып жатырмын. Сонымен төрге шығып үстел басына жайғастық. Бекерге үркіппін. Министр құда өте қарапайым адам болып шықты. Ұлық болсаң күшік бол деген сөз осындай кісілерге арнап айтылғандай. Ол еліміз, жеріміз, шаруашылық жайлы көп сұрады. Сізден көп мәлімет алдым ғой. Елдегі жағдай туралы өте құнды. Мынадай мәліметтер менің көмекшілерімде де тауып бере алмайды. Біз іс барысындағы қарапайым адамдардың арасында көп болып, солардың мұң-мұқтажын жақсы білуіміз керек, деді. Ас су ішіп болған соң негізгі шаруаға көштік. Министр құда қызын шақырып алып, жігітті шын ұнатасың ба деп сұрап алды. Қыз байғұс не десін, төмен қарап тұрып, иә деп басын изеді. Сонымен той қамын жасайтын болып келістік. Дос жарандар, туған туыстар бар дегендей, қызымызды өз қолымыздан ұзатып той жасаймыз. Ар жағын өздеріңіз біле жатарсыздар. Күнін белгілейік, сіздерге хабар береміз деп ойын ашық кесіп айтты. Бұл мәселенің оп-оңай шешіле кеткеніне аң-таң қалған басым, адамға қызмет дәрежесіне қарай сөйлеп қалған басым, ол кісіні аты жөнін ресми түрде аузыма ала бергенем. Жарайды, кеңседе отырған жоқпыз ғой, оның үстіне құдай қосқан құда болып жатырмыз, деп жылы шырай орнынан тұрып, құда десең де өзің біл, аға десең де өзің біл, деп жатыр. Қаперімде аузыма сөз түспей сасқалақтап, рахмет дей беріппін. Үйден төбем көкке жеткендей болып, аяғым жерге тимей шықтым. Әй, өзің мықтысың, анау-мынау емес министрдің қызына үйленгелі жатырсың, деп қайнымды арқасынан қақтым. Бұл шешілген мәселе. Енді ауылға, қайын жұртқа хабар беру керек. Қайненемнің мінезі белгілі. Ойбай, баланың басын айналдырып алған күшік күйеу болып кірет. Үйленер болса, ауылда да қыз жетет. Министрмен құда болған неміз талған, деп
байбаламға басарын білем. Сол ойлармен пойызға отырып Арысқа да жеттім. Арыс деп отырғанымыз сол өзен жағасы, Арыс қаласының станциясы. Әуелі өз үйіме келіп, жағдайды келіншегіме айттым. Министрмен құда болғалы жатырмын дебем, апырау, өтірігің бе шының бе деп сенбей қойды. Әй, өзім шаршап келдім. Өтірігіңе сенің деп ашуландым. Бар, одан да әке шешеңе барып жағдайды айт. Айтқанда бірден қойып қалмай, жайлап қана жеткіз. Мен айтқандай енеміз біраз бала асырадық, байбаламыз салыпты. Көпбай қайда барасың? Әкесінің құлағына жеткен соң, сонымен құдалардың хабар келді. Артынып-тартынып Арыстың жүзімін, алмасын, қауын, қарбызын, әдемі бұйымдар, киімдер алып тартып кеттік. Әй, тойда өңшең министрлер болады, жөндеп ішіңдер деп қоям әзілдеп. Шынында тойда үлкен кісілер, жауапты қызметкерлер болды. Той үлкен ресторанда өтті. Қызмет дәрежеге қарай бәрі құдалар құтты болсын, балалар бақытты болсын деп жатты. Қалай қабылдар екен деп бәрібір жүрексініп қобалжығаным рас, алайда бәрі ойдағыдай болды. Құдалар арасындағы сияпат жасалды, құйрық бауыр жесіп құдай қосқан құдалары болдық. Қыз ұзатылды. Ауылға келген соң көп замай қайын жұрт балалардың үйлену тойын шама шарқынша күтті. Алматыдан бір топ кәрі жас құда-құдағи келді. Ал министр құда қызмет бабымен келе алмаймын деп кешірім сұрады. Реті келгенде соғатынын айтты. Ол кісі тек мені ғана құда деп сұрастырып телефон соғып тұрады. Ауылдағылар, әй, министр құдаң хабарласып тұрма деп сөзбен қағытып жатыр. Ауыл басшылары, шаруашылық басшылары шынымен министр ме деп сенбестік сыңаймен қайта-қайта сұрайды. Ондайда ашуланып, сенбесеңдер қараңдар да тұрыңдар. Сонда келген соң көресіңдер деймін. Құдай аузыма салғаны ма? Бір күні министр құдамыз телефон соғып, хал жағдайды сұрасып, Шымкентте үлкен жиын өтетіндігін, біраз кісілермен реті келсе, бірер сағатқа келетінін айтты. Қатты әбіржіп әуреленбеулерімді тапсырды. Ауыл Арыстың жағасында екен. Әлгі Шәмшінің әндегі Арысым ба деді. Иә, дәл өзі дедім. Онда міндетті түрде барам, деді көңілденіп. Келгенше қонақ ұялат, келген соң үй иесі ұялат деген бар емес пе? Әуелгіде сасып қалдым. Біраз сасатын ретім жоқ еді. Құдаға соятын малым, қымыз, шұбат жетеді. Оны мұны Шымкенттен әкелемін деп шештім. Сөйткенімше болмай ауыл басшылары жетіп келді. Аудан әкімдігіне құлақтаныпты. Содан қызу дайындыққа кірісіп кетті. Әншейінде Миразияқ талабын қоймақ шаруашылық басшылары киіз үй тігіп, сонда күтіп алғылары келген екен. Құда әуелі өзімнің құдама кірем, сонан соң көреміз деді. Үйдің айналасын тазалап, адам танымастай болып қалды. Арыстан Қараспанға жете бере, кілт оңтүстікке бұрылып, бұрындай ағып темір жолға жақындай түсіп, Жарлауыт жағаға сүйкене қайтадан, доғадай іліп қайтадан оңтүстікке бұрылып қаланың іргесінен өтеді. Шымкенттен шыққан тас жол Арысқа жеткенше өзенді екі жерден кесіп өтеді. Екі жерден көпір салынған. Арыс өзені сол бірінші көпірге жете орта тұста пайда болған. Аралшық айнала қақ бөлініп, ағып 40-50 метрдей жерде қайта қосылады. Аралшықтың ені де 40-50 метрдей. Өзеннің қос қапталы, екіштал, жыңғыл, қамыс құлақ, су тасып, қайтқанда жоғарғы жыңғыл тал батпақта араласып, содан пайда болған шамасы. Жайқалып өскен шөп, етегі құм. Міне сол жерге шығып, шатыр тігіліп, жергілікті басшылық министрді күтуге дайындалуда. Бұл жерде қымыз, шұбат, қазы қарта, кәуап, жеміс жидек дегендей
әйтеуір дастарханға керектің бәрі бар. Әніміні дегенше үлкен шет елдік Мария автобусы келіп жетті. Апырау, мына кісі тым қарапайым екен. Не вертолетпен, не алды-арты күзеткен арнайы машинамен жүруі керек еді деп ел таң қалды. Жай кезде қабылдауыма кісі кіре алмай шаршайтын жергілікті әкім қаралар құрдай жорғалап қызмет жасап, зыр жүгіріп жүр. Не де болса көзге түсіп қалайын. Зәруде, бірде болмаса бірде пайдасы тиіп қалар деп үміті барын жасырар емес қой. Құда қоймай қайта-қайта қасына шақырды. Өз үйімде өзім қонақ болам ба деп қипақтайым. Ауылдың әнші күйшілері қалсар емес, кезек ән мен күйде. Бірер сағат өткен соң әлгі арыстың жағасына барып, бір-бір суға сүңгиік деп қолпаштаған көп. Барамыз, дуылдасты. Қалай жылдамсыңдар, қалайша үлгергенсіңдер деп жатыр. Шатырдың жанындағы дайындықты көріп, апырай, арыс десе арыс екен-ау. Талай өзен көріп едім, бірақ мынадай әдемі сұлу өзен екен. Шәмшінің әні не деген сұлу, әсем арыс жағасында әнге қосқан өзен екен-ау деп қалдым. Құда ақ көңіл, ақылды, сенгіш. Құдеке, Шәмші әні тап осы жерде туған дедім. Апырай, шынымен бе деді. Ал құда, ән үшін, Шәмші үшін алып қояйық. Бұл арыста әр қарыс, әр сүйем қасиетті киелі екен. Оған көзім жетіп отыр. Келген қонақтар қайта-қайта суға сүңгіп, құмға ойнап, дәмнен ауыз түйіп, күн бата жолға жиналды. Ал құда, ықылас ниетіңізге рахмет. Қазақтың да көркем, көрікті жерлері бар екен. Дәм тұз татса, тағы келуге жазсын, деді министр құда қоштасарда. Орамал тон болмайды, жол болады деп, азды көпті кәделерді істеп, аттандырып салдық. Содан Алматыға соқсам, хабарласпай кетсем ренжиді. Сондықтан тым болмаса сәлем беруге барам, бірақ қонақ қылмай, қондырмай жібермейді. Құдайдың көзі жақсыға түседі деген рас екен-ау. Нағыз бабында жүрген кезде науқастан қайтыс болды. Тек құдаммен ақ көңіл, ашық жарқын, жақсы бір ағамнан айырылғандай болдым. Осы күні Алматыға соқсаң міндетті түрде құдамның үйіне Құран дұға оқып кетемін. Құдағидың көзі тірі. Қайным осы Алматыда қызметте, келін екеуі балалы шағалы. Міне осы жолы да соқтым, деді көршім әңгімесін аяқтап. Рас, алғашқыда министрдің құдасымын дегенге онша сене қоймағанмын. Біздің Қазекең бір нәрсе айтып жасырар емес, ал бұл жолы әңгіменің растығына көзім жеткендей болды.